Бәріңе сәлем. Бүгін батон нан пісіретін боламыз. Суға тұз, қант, жұмыртқа, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қанша мөлшерде қосу керек екенін барлығын описанияға жазып қоямын. Өте тез, жеңіл дайындалатын нандардың бірі. Аз-аздан електен ұнымызды алып, електен өткіземіз. Осылай барлығын жақсылап араластырып, ыңғайлы қолмен, жылдам әрі ыңғайлы. Осылай мен қолмен араластырамын. Уайымдамаңыздар, қолым таза. Осылай барлығын аз-аздан електен міндетті түрде өткіземіз. Жұмсақ қамыр болып шығу керек. 1 сағатқа қойып қойдым. Осылай жақсылап көтерілді. Күлшелеп болғаннан кейін бірден осындай форма жасаймыз. Батонның сопақша осындай формасынан жасаймыз. Дәл видеодағыдай. Осыны жасап болғаннан кейін 15-20 минутқа тыңдырып тағы қойып қоямыз. Көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Менде 4 штук шықты. Осылай көтерілді. Одан кейін өткір пышақ, не болмаса осындай лезвияны алып, батонның формасын келтіреміз. Осылай мен кесіп тіліп қойдым. Ақырындап. Жұмыртқамызды жағып, бетіне қалауларыңызша кунжут сеуіп, 180-170 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әр қалай қызуына байланысты. Мінекей осындай әп-әдемі, дәмді, жұп-жұмсақ нан пісіп шықты. Барлығын мөлшерін описанияға жазып шығамын. Сау болыңыздар.